Нұр Отан партиясы елдегі жетекші саяси күш ретінде Қазақстан Халқы Ассамблеясының президенттік сайлау өткізу туралы бастамасын толықтай құптайды. Осыған орай партия төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек орталық коммуникациялар қызметінің брифингі барысында арнайы мәлімдеме жасады. 14 ақпанда Қазақстан Халқы Ассамблеясының кеңесі 2015 жылы Қазақстан Республикасы президенттік сайлау өткізу туралы бастама көтерді. Нұр Отан партиясы елдегі жетекші саяси күш ретінде аталған бастаманы толықтай қолдайды. Бүгінде әлемде қаржы экономикалық дағдарыстың жаңа толқыны басталып, күрделі геосаяси қысымның салдарынан жағдай шиеленісе түсуде. Дәл осы кезеңде тіпті әлемнің ең дамыған елдерінің өзінде де ксенофобия, діни төзімсіздік өршіп, радикалдық қозғалыстар күшалыға айналды. Елбасы Нұр Отан партиясы саяси кеңесінде атап айтқандай, таяудағы жылдар жаһандық сынақтардың уақыты болады. Барлық елдер осы күрделі кезеңнің ойдағыдай өте алмайды. Бұдан тек мықты мемлекеттер, жұдырықтай жұмылған халықтар ғана өтетін болады. Қазақстан жаһандық дүниенің бір бөлшегі болғандықтан сыртқы теріс ықпалдардан тыс қала алмайды. Сондықтан мемлекет басшысы Нұрлы жол бағдарламасын ұсынды. Экономика өсімін қамтамасыз етудің барлық шаралары қабылданды. Нұрлы жол бағдарламасы бұл тек нақты жете есептелген іс-қимыл жоспары ғана емес, бұл келешектің инфрақұрылымына салынған аса ауқымды инвестиция. Бұл жұмыс орындары қарапайым қазақстандықтардың жайлы тұрмысын сақтап қалу, олардың кемел келешекке деген сенімі. Бүгінгі таңда бірлік пен келісімді, тұрақтылықты нығайтудың, қоғам мен мемлекеттің, еліміздің барша азаматтарының күш-жігерін жұмылдырудың маңызы орасан. Осыған байланысты Қазақстан Халқы Ассамблеясының қолдай отыра президенттік сайлау өткізу туралы бастаманы халық мүддесіне сай келетін ең дұрыс шешім деп санаймыз. Мұндай қадамның қазірдің өзінде парламентті, үкіметті, орталық және жергілікті басқару органдарын тастүйін жұмылдырып, халықтың өміршең энергиясын басты мақсат отанымыз Қазақстан Республикасының гүлденуі мен өркендеуіне бағыттауға жол ашады. Біздің халқымыз ел тарихының ең бір шешуші сәттерінде болашақ ұрпақ қамышын даналық таныта отырып, өз лидерінің төңірегіне топтасу мен бірігудің аса биік деңгейін көрсетті. Нұр Отан партиясы барша ел азаматтарын, барлық саяси партиялар мен қоғамдық күштерді президент сайлауын өткізу бастамасын қолдауға шақырады. Бұл біздің ұзақ мерзімді Қазақстан 2050 стратегиясы мен мәңгілік ел идеясының жүзеге асырылуын қамтамасыз ете отырып, бұдан да қуатты, бұдан да тастүйін бола түсуіміздің тарихи мүмкіндігі.